Сәлеметсіңдер ме? 6-шы сынып білім алушылар. Бүгінгі біздің сабағымыз бөлім, ғалам, жер, адам деп аталады. 8-ші параграф жаратылыстану пәні. Тақырыбы жердегі тіршілік деп аталады. Сіздермен мен Амарканова Әйгерім Сайлаубековна. Сабағымызды бастамай тұрып, міндетті түрде балалар дәптер, қаламдарымызды дайындап отырамыз. Бүгінгі сабақта сенің білетінің, мақсатың жердегі тіршіліктің пайда болуы туралы ғылыми болжамдарды салыстыру, адамның жерде тіршілік етуінің қазіргі жағдайларын бағалау деп аталады. Сабақ оқудың мақсаты осылай бүгін сабақта аталады. Бірінші тапсырма. Бүгін тапсырмалар жоқ. Бүгін біз конспектлеп жазып алатын боламыз. Креационизм латын тілінде креато жаралу. Ертеден келе жатқан діни тұжырымдама. Оған сәйкес әлемдегі барлық заттарды соның ішінде тіршілікті жаратушы, яғни Құдай жаратқан деп есептейді. Панспермия теориясы. Жер бетінде тіршілік тұқымы басқа ғаламшарлардан метеориттер арқылы үнемі таралып тұрады дегенде көзқарастар болды. Бүгін сабақта ең басты сөздер осылар, яғни креационизм және де панспермия теориясы. Бұл екеуі бізге 7-ші сыныпта сіздерге келеді, сондықтан бұны да біз конспектлеп жазып алайық, балалар, жарайды ма? Конспектлеп жазып алсақ, панспермия теориясы және креационизмді өздеріңіз кітаптың оқулығының бетін ашып, сіздер тағы да бір рет қайталап алыңыздар, оқушылар. Мен сіздерді күтемін. Оқушылар, қайталап болдық па? Келесісі. Тіршіліктің мәңгі болжамын жақтаушылар тіршілікті жер бетінде ешқашан жасамаған деп есептейді. Себебі ол мәңгі екен. Өздігінен жаралу болжамы. Мыңдаған жылдар бойы адамдар тіршіліктің өздігінен жаралғандығына сенді. Сансыз, жансыз материядан қарапайым тәсілдермен жанды заттар пайда болады деп санады. Мінекей балалар, бұны да, яғни қызыл жазумен жазылып тұрғандарды міндетті түрде араларынан өздеріңіз керек дүниелерін көшіріп жазып алайық, балалар. Мен сіздерді күтемін. Оқушылар, болдыңыздар ма? Және де кітапта да осы оқулықтың беті бар. Сол міндетті түрде көшіріп, оқып, біліп алайық. Бүгінгі сабақ негізінен керекті сабақ, сондықтан бүгінгі сабақта тапсырмалар жоқ, бірақ біз конспектлеп жазып алуымыз қажет. Келесі абиогенез болжамы. Жер бетінде тіршіліктің пайда болуы үшін қажетті химиялық заттар болды. Осы заттар мен басқа заттардың арасындағы химиялық эволюцияның нәтижесінде жер бетінде алғашқы тірі жасушаның пайда болуына алып келді. Абиогенез болжамын кеңес биохимигі Александр Иванович Апарин жасаған екен. Яғни суретте беріліп тұрған ол бізде Александр Иванович Апарин. Ол атамыз биохимик екен. Мінекей оқушылар, осыны да міндетті түрде бұл бізге ең бастысы, яғни биохимик кім болса, кім деп сұраса, сол кезде атауларыңа оңайлы болады. Сондықтан міндетті түрде дәптерімізге көшіп жазып алайық, балалар. Мен сіздерді күтемін. Міндетті түрде оқып жазып алайық. Ал балалар, мен сіздерді күтіп отырмын. Болдыңыздар ма, балалар? Келесі конспект, ол бізде біріншісі органикалық заттардың пайда болуы, жердің барлық қабықтары, түйілуі кезеңдері. Екіншісі, ең қарапайым органикалық заттардан өсетін, қоректенетін, тыныс алатын, бөлінетін зат айналымы бар биохимиялық заттары мен
гелийді пайда болуы. Соңғысы, яғни үшіншісі, қарапайым өздігінен көбейетін организмдердің пайда болуы. Мінекей осы үшіншісінің шешуін біз қазір міндетті түрде оқып, дәптерімізге жазып алайық. Оқушылар тура осылай стрелка сызып, әдемі қылып сызып алыңыздар. Себебі бізде міндетті түрде 7-8 сыныптарда тек осы тапсырмалар бізге керек болады. Сондықтан тектерімізге көшіріп, жақсылап жазып алайық балалар. Мен сіздерді күтіп отырамын. Оқушылар болдық па? Мен сіздерді күтіп отырмын, міндетті түрде оқып, түсініп алайық. Оқушылар оқып болсақ, біз келесі биогенез болжамы бойынша тірі ағза шын мәнісінде тек басқа тірі ағзалардан дамиды делінген. 1668 жылы италиялық дәрігер Франческо Рейди тәжірибе жасаған. Ол өлі жыландарды түрлі ыдыстарға салып, кейбір ыдыстарды жұқа кесемен шауып, кейбірін ашық қалдырған. Ұшып жүрген шыбындар ашық тұрған ыдыстағы жыланға жұмыртқалап, көп кешікпей жұмыртқалардан дәрі-әсілдер пайда болған. Жабық ыдыстарда дәрі-әсілдер пайда болған жоқ. Себебі ол жауық тұр ғой беті. Осылайша Рейди жыланның етінде пайда болған ақ құрттар флорентия шыбынының дәрі-әсілдері екендігін дәлелдеген. Өздігінен пайда болу тұжырымдамасын жоққа шығарған. Яғни осы суретте бейнеленіп тұрған ол бізде дәрігер екен, италиялық дәрігер екен. Ол 1668 жылы өзі қолынан эксперимент жасапты. Ол өте керемет шығыпты. Ол Франческо Рейди жасапты. Келесі адамдардың қазіргі тіршілік ету жағдайлары. Адам, табиғат және жер өзара бір-бірімен тығыз байланыста екендігін даусыз. Яғни белгілі. Олар бір-бірімен қалай әрекеттесетіндерін түсіндір. Яғни бұл бірінші тапсырма болсын балалар. Мына суретті міндетті түрде дәптерімізге сызып салып алайық. Және де мына астында тұрған 4 сұраққа жауап берейік. Бірінші сұрақ. Екінші сұрақ. Жаңағы бірінші сұрақты айтып қойдық қой. Енді екінші сұрақ. Адам табиғатқа, ғаламшарға қандай әсерін пайдалы және зиянды тигізеді? Ол неге әкеліп соқтуы мүмкін? Яғни екінші сұрақтың үшінші сұраққа өте жақын, иә? Ол неге әкеліп соқтыруы мүмкін? Соны жазасыздар шешуін. Бұл бірінші тапсырма болсын. Міндетті түрде балалар орындаймыз. Түсініп орындау қажет, себебі бұл өте керек тапсырма. Оқушылар, мен сіздерді міндетті түрде күтемін. Орындап болсақ балалар, келесі адамды қоршаған ортаның құрамдас бөліктері. Адам, яғни ортасында жазылып тұр, қызыл жазумен адам деп жазылып тұр. Біріншісі биотикалық орта, табиғи орта, абиотикалық орта. Екіншісі материалдық орта, үшіншісі өндірістік орта, әлеуметтік орта, мәдени орта. Яғни материалдық орта. Яғни адам үшке бөлінеді екен. Материалдық орта, табиғи орта, әлеуметтік орта деп бөлінеді екен. Бүгін сабағымыз өте қызықты болды деген ойдамын. Міндетті түрде осы конспектлеп, мен айтқан сөздің барлығын дәптерімізге конспектлеп жазып көшіріп алайық балалар. Себебі бізге жаңа айтып өткендей 7-8 сыныптарда бізге ол өте қатты қажет болады. Сондықтан осыны да жазып алайық. Сіздермен болғанмен сау болыңыздар балалар.